Балалар, мына дорбаның ішінде, қалтаның ішінде қан асығы болады. Бұл ойынымыз қандалапай. Қан асығы кімге түссе, сол ойынды бастайды. Бастаймыз ба балалар ойынды? Талапай, басталды ойын. Алақай! Кімге түсті қан асығы? Қызыл асық кімге түсті? Ақмаралға түсті. Ақмарал бастайды. Ал ендеше балалар, асықты тіге келіңдер мына жақ. Енді ойында Ақмарал бастайды. Қан асығын Ақмарал ұтып алды. Ендеше қан асықты Ғадел ұтып алды. Жақсы, аламыз екеуін аласың. Сақандал, екі асық, мынаны алып алады ше. Өзің асыңды. Тағы да бар. Бұра ғой жағы. Отыр, тізеге отырып, жақсы, Ғадел қан асыққа алды. Так, алсын. Енді тиме қалды. Енді Ақмарал бізге таппақ, өз өнерін көрсетіп таппақ айтып береді бізге. Айтып бере ғой. Ағайын туыс мынағыз, туыс қандар бар мына. Айтам тағы да ата әріптарына. Жақсы. Енді келесі ойынды асылым сен ұра ғой. Ғадел тиесің. Тиемеді. Енді сен таппақ айтып бересің асылым, келе ғой. Ақмаралдың қасына келе ғой, таппағыңды айтып бер. Сен өнерін көрсет. Мен ақылды балам, айтқан тілді алам. Теңген құсап жүремін, балық құсап жүремін. Құстар қанатқа, шатырдағы кеп қонамын. Жарайсың маған. Келесі ойынды Батырхан жалғастырады. Батырхан ұрады. Дәлдеп жегіземіз. Батырхан тиме қалды. Батырхан келе бұл өнерін көрсет. Мұрты құмырсқа, келе жатты жұмысқа, алды доқты қолыңға. Доғалы қол қойды доқ. Онға бір қалды, көп кешкенде доқ, үлкен тауыр қалды. Жарайсың. Балалар, кәне, тұтқан асықтарымызды санайық. Қойып алдымызға қойып санаймыз. 1, 2, 3. Димашқы 3. 1. Так, кімнің асығы көп екен? Ақмарал неше асық ұттың? 4 асық ұтыпты. Никол сен қанша асық ұттың? 3 асық ұтыпты. Сен ше Димаш? 3 асық. Сен ше? 2 асық. Батырлармен